Так, саламатсыздар ма? Бұл бейне сабақта біз бір ғана мысал алып, соны шығаратын боламыз. Яғни ол мысал теңдеу тақырыбына қатысты және сәл күрделірек. Есептің берілгенін жазсам, берілгені мынадай: x квадрат минус 3x плюс 5 осы түбірдің астында. Және осыған қосамыз x квадратта және тең болады, теңдіктің оң жағында 3x плюс 7. Осындай нәрсе. Яғни бізге табуымыз керек x-ті. Осы кезде не істейміз? Біз бірінші мына теңдіктің оң жағындағы нәрсенің барлығын алып, оны сол жағына өткізсек, теңдіктің оң жағында тек 0 қалдыру үшін. Яғни мына түбірді қалдырамыз. X квадрат минус 3x плюс 5 түбір астында сақталады. Плюс x квадрат минус 3x плюс минус 7 тең болады 0. Енді минус 7-ні былай алсақ, 5 минус 12 деп. Неге? Өйткені 5-тің алды плюс x квадрат минус 3x плюс 5 десек, оны түбірдің астына сәйкес келеді. Еще минус 12 бар. Яғни мен қазір оны не үшін жасағанымды студент боласыздар. Сол үшін мен мына минус 7-дің орнына плюс 5 минус 7 деп өзгертемін. Так, минус 12 деп плюс 5 минус 12 тең болады 0. Яғни екен есепсек қат минус 7 шығады, ештеңе өзгермейді. Яғни бізде мынандай бір екі мүше пайда болды. Біреу түбірдің астында, біреу түбірдің астында емес. Енді біз, так, мына жерде жазсам мен, енді біз жаңа айнымалы енгіземіз. X квадрат минус 3x плюс 5 осы тең болады. Так, түбір астындағысын теңестіреге, мына түбір астындағы жалпы не тең болады бізде т-ға. Ал сонда мынаны түбірден шығарсақ, екі жақты квадраттаймыз. Яғни түбір жойылып кетеді, сонда мына екеуі т квадратқа тең болады. Яғни бізде мына көрсетіп тұрған нәрсе т квадратқа тең, ал мынау т-ға тең, плюс т минус 12 тең болады 0. Енді онан ыңғайлап жазсақ, т квадрат плюс т минус 12 тең болады 0. Неге келді? Квадрат теңдеуге келді. Енді осы жерден т-ның мәндерін тапсақ, бізде т-ның бірінші және екінші мәні тең болады бізде. Біреу 3, так, біреу 3, біреу минус 4. 3-те минус 4. Оны есептеуді білетін шығармыз, енді оны есептеп уақыт алмай қояйық. Енді т-ның орнына қоямыз бірінші. Так, бізде жазып қойсақ, түбір астында x квадрат минус 3x плюс 5 тең болады 3-ке. Енді x табу үшін есеміз, екі жақты квадраттаймыз. Сонда бізде қалатын x квадрат минус 3x плюс 5, түбір жойылып кетті просто. Ал 3-ті квадраттсақ 9 болады. 9-ды мұнда минус қылып өткізсек, 4-тен азайтылып қанша болады? Минус 4 болады. Сонда мына жердің барлығы минус 4-ке тең болады екен. Так, минус 4. Мына стрелка уже бізге керек емес. Минус 4 тең болады 0. Осы жерден x-дің бірінші және екінші мәнін табамыз. Бізден осы кезде шығу керек минус 1-де 4. Минус 1-де 4. Енді келесі мәнді минус 4-тен есеміз, т-ның орнына апарып қойсақ, мына жерге тең бар. Минус 4-дің алдына қойсақ, түбірден қандай да бар минус деген сан шықпайды, сондықтан x тең емес минус 4-ке болады. Яғни ешқандай да жалпы т тең емес минус 4-ке болады. Яғни түбірден оң сан шықпайды, теріс сан шықпайды деген сөз. Сонда бізде есептің жауабын жасам. Жауабы минус 1-де 4. Осындай жауап болады екен. Енді дәл бұл тестте келсе, бұлай есептеп отыру уақыт алады. Тестте вариантты қойып тексерген оңай болады, әсіресе теңдеуде. Ал егер экзамен, жалпы не болмаса шығарылу жолын білу керек деп есептесеңіздер, онда бұл қажет, шығарылуын білу. Сонымен сау болыңыздар. Келесі бейне сабақта кездескенше.